2 күннен бері ыдыс жууп көмектесип жүр. Азыр катты бас. Болду. Жумсак болуптурбу айым? Сәлем достар, біздің Дәулеттің отбасы YouTube каналымызға қош келдіңіздер. Достар, біз бүгін Айыммен, Алиханмен, Ибрахиммен бірге печенье пісіретін боламыз. Біздің осы видеомызды соңына дейін қараңыздар. Достар, дәл қазір Айым маған көмектесіп жатыр. Қазір Айым не істеп жатыр деп ойлайсыздар. Айым ыдыс жуып жатыр. Достар, қараңыздаршы, Айым маған көмектесіп ыдыс жуып жатыр. Саңышты көмектесіп жатыр мамасына. Өзіне губканы көпіртіп жуып жатыр ғой. Губка ше болмай жатқан. Анау нені қосып жіберсей келді. Жақында тағы да бас, қатты бас. Сөйтіп ана губканы қысып жіберсең көбірек. Қан қысса енді қолмен. Көпірді. Достар, Айман үстіп 2 күннен бері ыдыс жууп көмектесіп жүр. Қазір мен өзім жуа салам деп айтатын болыпты. Қандай күшті көмек беріп жатыр. Ал мына жақта Алихан. Мен де жуайыншы дейді, бірақ қазір Алихан жуамайды ғой. Алихан қазір бізге печенье істеуге көмектеседі. Қазір достар, біз күшті печенье істейтін боламыз. Қазір Айым ыдыс жуып болсын, ыдыс жуып болғаннан кейін печеньеге кірісетін боламыз. Айым сәл жуып болды, шаршап кеттім дейді. Болып қалды бірақ. Өзі жуайыншы деген ғой, сөйтіп жуғызып жатыр. Мен жуайын бар қарай. Өзің жуа саласың ба? Төңкеріп бәрін күшті қылады. Азғантай ыдыс қаптың, жуып уже төңкеріп болған. Төңкермепті әлі, шайып болмапты. Мынанда жуасы анаға төңкер, ана ыдыспен бірдей екен ғой. Ішін сыртында әдемі жуыда. Мынау не қып қапты ғой, көбік болып қапты ғой, қасай. Көбі кетпесе ертең тамақ жеген кезде ше, ішімізге кетіп қалады соның бәрі. Қарашы көбіктер. Біз енді мына жерге жаңа қамыр жайғанбыз, сол жерге енді печеньенің қамырын да жайып аламыз. Бұны ішіне сап қойса осындай формочкаларымыз бар, достар. Мына жерде жаңа мен нені қамыр дайындап қойған. Осыны қазір мен жайып алам. Сөйтіп Айым мен Алихан үшеуміз кесеміз. Ал Мұхаммедті сұрайтын болсаңыздар, ол қазір ұйықтап жатыр, достар. Ауырып қалған, укол салдырып келдік. Сонымен қазір ұйықтап жатыр. Достар, біздің қамырымызды жайып қойдық. Енді біз қазір кесіп, арасына мынандай варенка саламыз. Қазір мына жерде Алихан бұзып қойды. Мына жерде тұра Алихан, кеспей ақ қой. Сен мына жерді кесесің. Мына жерді. Мына немен қолмен. Тоқтай тұр. Әлі кеспе. Бере тұр қазір маған. Мен саған көрсетейін. Мама алып қой. Мына жерді басына үстіне бас Алихан. Болды, қатты болсын ба? Енді наяққа қойып қой. Ама, мен қайсыны? Тиспе мақма, қазір осыны пешке саламыз. Сен мына жерді басасың. Қатты бас. Болды. Болды. Ал мен мына жақтарын істеп шығам. Ал мен мына жақта. Достар, біз мынау жаңағы варенканы сгущенка қосып миксерлеп алдық та, сөйтіп бәрін салып пешке қойдық. Қазір екіншісін кесеміз. Ал достар, біздің сочник печеньелеріміз дайын болды. Уже пісіп қапты, жұмсақ болған жаңағы варенкаларымыз сыртынан жарылып шығып кетті ғой. Қазір көреміз дәмін. Қазір біз екіншісін кесіп салып бәрін сосын жеп көретін боламыз.
Dostlar, қазір айым мына сахар мен пудраны бетіне себетін болады. Қалай себетін білесің, е? Аз тоқтай тұрады, салып алып. Ол бәрін жеткізіп себіп шығар, аз-аздан, тез-тез бәрін жеткізіп. Пакеттағы салып жіберейін. Сол тез-тез істесең бәрін жеткізіп. Міне достар, ай бәрін себіп шықты. Сен ұстап тұра тұр, қасына ұстап тұр. Достар, біздің печеньеміз, сочнигіміз пісті. Ішінде варенка, сгущенка бар. Қазір бала-шаға бұның дәмін көретін болады. Мұхаммед, сен сұрағаның мынау жабысып қалған ше, жаңа біреуін жабысып тұрған сол ғой. Қан жеп көріңдерші қандай болды. Мақұл, жеп. Жұмсақ болыпты ма айым? Алихан, сен де жеп көрші қан. Dostlar, sizler de bәрін пісіп көруге болады. Я, мамаларыңызға көмектесіп, достар, пісірсеңіздер болады. Мен де жеп көрейінші. Çok жұмсақ әдем болыпты. Песочный болыпты, песочный. Ас болсын. Мұхаммед ұйқыдан тұрды, достар. Bana doktora bak, o zaman okuluna kötü. Достар, Мұхаммед ауыртқан, уколға барып келемін. Мына ішіндегі начинка солай күшті болыпты. Айтпақшы, достар, біз келесін дөңгелек формада жасадық. Ішіне еш нәрсе салмады, қазір онда көрсететін боламыз. Біздің келесі печеньеміз мынандай болып шықты. Дөңгелек ішінде. Осымен печеньелеріміз пісіп болды. Айым мен Алихан екеуі кесіп көмектесті. Мына жерде печеньеміз не болды? Песочный тесто болды. Песочный үгітіліп тұрады ше, сондай болып шықты да. Ал мынау ал мыналар ішіне андай не жатыр. Бана варенкамыз сағаннан кейін жұмсақ болып шықты бұлар ше. Сонда екі түрлі печеньеміз шықты, біздің айым болды. Бұны жасап көмектескен бізде Алихан, одан кейін айым. Ух ты, айым сальто істеп жатыр. Істей алмай жүрген үйренді ғой, достар. Опа! Ал біздің видеоларымыз, істеген жұмысымыз сіздерге ұнаса, бізге лайк басыңыздар. Және Қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Всем пока, достар. Всем пока. Алихан, пока.